Сәлем біздің ең ақылды, ең алғыр, ең керемет оқушыларымызға. Бүгін қатынас тақырыбын өтеміз. Қатынас деген не? Қатынас деп екі санның бөлінісін айтады. Біз екі санның бөлінісін бөлшекпен немесе кәдімгі бөлу белгісімен көрсетсек болады. Қараңыздар, айталық 2 бөлу 3. 2-ның 3-ке қатынасы деп те оқиды. Немесе оны бөлшекпен 3-тен 2 деп жазсақ та болады. Бұл да 2-ның 3-ке қатынасы. Ал енді біз мына бөлшекке келетін болсақ, бұл жай бөлшекке тең бөлшектер қалай шығаратын едік? Соны бір еске салып жіберейік. Қатынас ол екі санның бөлінісі деп айттық. Мысалы, 2-ның 3-ке қатынасы немесе 2 бөлу 3, оны бөлшек арқылы жазуға болады. 3-тен 2 деген сияқты. Енді осы бөлшекке тең бөлшектер шығарайық. Біз жалпы бөлшекті қысқарту не екенін білетін едік. Айталық, бізге мынандай бір бөлшек берілсе, 6-дан 4 деген, Онда біз бұл бөлшекті қысқарту үшін алымында бөлімінде бірдей санға бөлетін едік. Мысалы, 4 пен 6 екеуі де 2-ге бөлінеді. Олай болса, біз екеуін де 2-ге бөліп жібереміз, сонда бұл бөлшек қысқарады. 4-ті 2-ге бөлсек 2 шығады, ал 6-ны 2-ге бөлсек 3 шығады. Бұл қысқарту. Біз 5-ші сыныптан бастап білетін тақырып, бөлшектерді қысқарту деген. Ал енді кез келген бөлшекке тең бөлшек шығару үшін бұл қысқартуға кері амалды орындаймыз. Яғни бөлшектің алымында бөлімінде бірдей санға көбейтеміз. Мысалы, мына бөлшектің алымында бөлімінде бірдей сан, яғни 2-ге көбейтсек, бізде бұл бөлшекке тең бөлшек шығады. 6-тан 4 деген. Жаңа біз керісінше 6-тан 4-ті қысқартып 3-тен 2-ге теңестіріп едік. Енді 3-тен 2-ден 6-тан 4 шығару үшін оның алымында бөлімінде бірдей 2 деген санға көбейттік. Бірақ біз тек қана 2 деген санға көбейтеміз бе, әлде одан да басқа сандарға көбейте аламыз? Әрине, ең бастысы бірдей сан болса болды. Кез келген бөлшектің алымында бөлімді бірдей санға көбейтсек, оған тең бөлшек шығады. Тек 0-ге ғана көбейте алмаймыз. Өйткені бөлшектің бөлімі 0 болмау керек. Мысалы, біздің 3-тен 2 деген бөлшектің алымы мен бөлімін 2-ге емес 3-ке көбейтсек, мысалы 2-ні 3-ке көбейтсек 6 шығады, 3-ті 3-ке көбейтсек 9 шығады. 4-ке де көбейтсек болады, 2-ні 4-ке көбейтсек 8, 3-ті 4-ке көбейтсек 12. Солай шексіздікке дейін көбейте беруге болады. Яғни мына бөлшекке тең бөлшектер саны шексіз көп. Оның алымында бөлімінде 5-ке, 6-ға, 7-ге көбейтуге болады. Немесе, мысалы, мен 25-ке көбейтіп жібердім. 2-ні 25-ке 50, 3-ті 25-ке 75 деген сияқты. Демек, 75-тен 50 бөлшегі мына 3-тен 2 бөлшегіне тең. Жалпы біз не түсіндік? Тең бөлшектер шығару үшін кез келген бөлшектің алымында бөлімінде бірдей бір санға көбейтуіміз керек. Біз оны бір x деп айнымалы ретінде жазып қойдық. Бұл ең бастысы x 0 болмау керек.